Сәлем баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұп-жұмсақ, ең оңай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ендеше тортымызды бастайтын боламыз. Алдын ала өлшеп алған ұнымыздың үстінен сары майымызды үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Сары майымызды міндетті түрде үккіштен өткізу керек, сонда бізде қамырымыз әдемі болып шығатын болады. Мен барлығын алдын ала өлшеп дайындап алғандықтан бірден іске кірісіп кеттім. Толық грамдарының барлығы әдеттегідей описание бөлімінде. Енді кезекте біз осылай ұнымыз бен майымызды жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Яғни бізде крошки жасап алатын боламыз. Бұл тортымыздың жасалуы өте оңай. Видеоны міндетті түрде өткізіп жіберместен соңына дейін қарап отырыңыз. Енді алдын ала өлшеп алған қантымызды салып, оны да дәл осылай қолымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді қызып тұрған табамызға осы ұнтағымызды салып, әдемілеп қызартып қуырып алатын боламыз. Біз бұл кезде отымызды орташа етіп қойып алдық. Мен ұнды екі бөліп қуырып алдым, себебі менде таба кішкентай диаметрлі болды. Дәл осылай үздіксіз араластырып отыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте әдемі болып келе жатыр. Арасындағы үлкен түйірлерді осылай үстінен басып үгітіп алатын боламыз. Осымен біздің ұнтағымыз дайын. Енді кезекте біз заварной крем дайындап алатын боламыз. Алдын ала өлшеп алған қантымыздың үстінен бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қатты көпіршітіп араластырудың қажеті жоқ. Екеуі біркелкі масса болғанша араластырсақ жеткілікті. Енді кезекте ерекше дәм берсін деп мен кішкене лимон турап қостым. Қаласаңыз қоспасаңыз да болады. Бізде лимон ерекше түс береді, әрі дәмі де әдемі болады. Енді кезекте алдын ала өлшеп алған ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы кезде мен газге сүт қойып қойдым. Массамыз толық араласып алды. Енді бұның үстінен ыстық сүтімізді аз мөлшерін құйып алып, тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Себебі бізде жұмыртқа пісіп кетпеу керек. Сүт ыстық болғандықтан үздіксіз араластырып отырамыз. Дайын болған массамызды газымызде тұрған сүтіміздің үстінен құйып, венчиктің көмегімен тоқтаусыз араластырып отыратын боламыз. Отымызды төмен қыламыз астындағы, және де креміміз дайын болғанша дәл осылай үздіксіз араластыруды тоқтатпаймыз. 5-6 минут аралығында бізде осылай креміміз кішкене қоюлана түсті. Араластыруды тоқтатпаймыз. Дәл осылай қою болғанда сары майымызды салып 1 минут көлемінде араластырып аламыз. Осымен отымызды өшіреміз. Дайын болған ыстық кремімізді ыстық ыдысында қалдырмастан басқа ыдысқа ауыстырып, бетін осылай пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып, толық мұздағанын күтетін боламыз. Біздің креміміз мұздады. Енді торттарымызды жинайтын боламыз. Кремді осындай насадкаға, не болмаса насадка болмайтын болса, пакетке салып, бір шетін қырқып қолдансаңыздар да болады.
Формамызға осылай үгітілмелі қамырларымызды салып алдық. Үстінен насатканың көмегімен кремдерімізді дәл осылай жағып шығатын боламыз. Менде форманың диаметрі 18. Одан үлкендеу етіп жасайтын болсаңыз, құрамындағы заттарды 2 есе көбейтсеңіз болады. Дәл осылай жағып алып, үстінен қасықтың көмегімен тегістеп алдым. Менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться басып, тіркеліп кетіңіз. Менің каналымда бір жасағаннан сәтті шығатын тәттілердің рецептерін таба аласыздар. Дәл осылай менде 3 қабатты торт шықты. Ең беткі бөлігіне осылай кремнің өзін ғана жағып, тегістеп алатын боламыз. Кремдерімізді осылай біркелкі етіп, тегістеп алып, бетін қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен бетіне жаңғақты шоколадты үкіштің көмегімен өткізіп алдым. Кішкене ғана бөлігін өткіздім және жанына шиелерді салдым. Тоңазытқышта 2 сағат ұстадым. Креміміз кішкене қатып, бір-біріне әдемі болып сіңу үшін. Тоңазытқыштан алған соң, дәл осылай формамыздан шеттерін пышақтың көмегімен босатып алып, формамызды ақырындап шешіп алатын боламыз. Біздің осымен ең оңай тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, жасалуы да өте оңай, қарапайым ғана заттармен жасалады. Пеште пісіруді қажет етпейді. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Әрбір қаралым мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.